Қайырлы күн достар, сіздермен Бекзат, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай блендерға, яғни обзор, тест жасайтын боламын сіздермен бірге. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қазір барлығын осылай салапаннан шығарып сіздерге көрсететін боламын. Осындай чашкасы бар екен, одан кейін осындай стаканы бар екен, даже бетін жауып холодильникке салуға болады. Маған даже ұнағаны 4 теркісі бар екен, 4 түрлі осылай насадкасіне салып, осындай чашкасіне салып пайдалануға болады. Қазір бірге тест жасап көреміз. Бұны мен бірінші рет ұстап, бірінші рет қолданып көріп жатырмыз сіздермен бірге. Мінекей осындай езетін, кружкасіне салып езетін осындай насадкасы бар. Одан кейін миксері бар екен. Маған өте қатты ұнап жатыр. Даже мощності да күшті екен, 1000 вольттық. Мінекей стаканға осы терканы салып, осылай пайдалануға болады екен. Енді қазір іс жүзінде, яғни алмамызды. Мен негізі бұл жерде жасап көрем деп ойлаған жоқпын. Үйде осындай алма бар екен. Жасап көрейінші деп, осылай алманы тазартып алдым да, бөлшектерге бөліп, содан кейін бір бананды қостым. Бұл жерде бір жарым алма пайдаландым, одан кейін бір банан пайдаландым. Содан кейін үйде бір йогурт бар еді, соны үстіне құйып көрдім. Енді қазір еземіз. Вау! Даже бір басқаннан барлығы езіліп жатыр. Бірден өте оңай, әрі тез, керемет дүние. Маған қатты ұнады. Негізі бір үйге бір блендер негізі керек екен. Бұрын мен барлығын массировкадан өткізем, онан қалды ручной езетін едім. Мына блендер маған қатты ұнап жатыр достар. Мінекей осылай қазір стаканға құйып смузимізді ортаншы балама ұсынатын боламын. Негізі менің 1 жастан асқан кішкентай балам бар еді, оған даже агуша есебінде беруге болады екен. Енді ештеңе сатып алмаймын, барлығын осылай қолмен езетін боламын. Керемет дүние. Менің ортаншы ұлыма қатты ұнады. Даже 2-ші стаканды да өзі ішіп қойды. Енді қазір келесі теркісін пайдаланып көремін. Маған өте қызық. Енді бірінші рет пайдаланып жатқасын. Қазір сіздермен бірге. Так, үйде менде морковь бар тастай. Даже огурцыйды да дөңгелек қылып істеуге болады екен. Оның да теркісі бар. Мінекей морковьті мен ойладым, бөлсем бе екен, или осылай сала берсем бе екен. Жоқ, біреуін бүтеулеп салып жібердім. Даже секундқа да жеткен жоқ. Маған уже турап берді. Достар, маған өте қатты ұнап жатыр. Егер сіздер блендер іздейтін болсаңыздар, осы фирмада алсаңыздар болады. Және әсіресе мощностына мән беріңіздер. Менде 1000 вольттық ең жоғары мощность. Сондықтан осындай блендерді қарап, таңдап алсаңыздар болады. Енді келесі де ертең мен бұйырса, енді бауырды котлет қылып езетін боламын. Мінекей осындай теркісімен қиярды езуге болады. Қою күшті болып шықты. Мінекей достар, 4 штук теркісі бар, миксері бар, блендері езетіні бар, чашкасы бар, кружкасы бар. Барлық насадкасы осы жерде. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.